Талғанбай Бақтыбек Аңсапбергенұлы 1949 жылы Төле би ауданы Қазығұрттың бөктерінде дүниеге келді. Менің мамандығым суретші. Мен сурет өнерінің барлық саласында жұмыс істедім. Соның арқасында көптеген мемлекеттерде осы жасаған таңбаларды көрсетіп келе жатырмын. 2011 жылы Швейцарияның шақыруыменен дүниежүзілік арт-терапиялық конгресске қатысты. Арт-терапия. Соған адамдармен жасаған жұмыстарымды алып бардым. Сол арқылы мен 3 сағат дәріс оқыдым. 30 шақты ғалымның алдында. 3 сағаттың ішінде ғалымдардың барлығы көздеріне жас алып, жылап отыр. Қуанғандарына. Сөйтіп, сізге профессор деген атақ бердік деп, аттестат әкеліп берді. Оларда аттестат дейді. Сөйтіп, бірінші ғылыми атақты мен Швейцариядан алдым. Этно-авангардтық бағытта деп адамдар баға берген. Енді этнос деген ұғымға келсек, әрбір ұлттың адамзатқа пайда беретін өнерімен байланысты, әдет ғұрпыменен, салт санасымен байланысты құдірет пен қасиеттерді, кереметтерді, махаббаттарды өзінің туындылары арқылы адамзаттың жан шуағының көзін ашатын дүниелермен байланыста тұр. Авангард деген ұғым алға жылжушы. Этнос дегеніміз қазақ халқының, біздің ата-бабаларымыздың жүріп өткен жолы. Ол қандай жол? Ол мақал-мәтел, ол қара сөздер, ол мифология, ол жыр, жырау, эпос. Міне осы этнос біздің ішкі дүниеміздегі ұйықтап жатқан рухани күштерді оятады. Енді сол ішіміздегі ұйықтап жатқан күш таңба арқылы әр аспан қабатындағы энергияның деңгейі нұр арқылы, геометриялық фигуралар арқылы таңба болып өмірге келіп жатыр. Онан кейін ЮНЕСКО стандарты бойынша арт-терапия докторы және ғылым өнер докторы деген диплом берді. 2 тілде, ағылшын тілінде, орыс тілінде. Ресейде 5 жыл бойы сабақты жүргіздік, көркемдік еркін ойлау арқылы рухани тұлғаны қалыптастыру. Қазір өзіміздің жерімізде де осы әдістемен жүргізіп жатырмын. Одан ары қарай Ресейде Космонавтиканың Федерациясының президиумының ғалымдары келіп, 2 рет келді выступыма, 1 рет келіп жақсы айтып кетті, 2 рет келген кезде маған өздерінің мынау алтын медальдарын алып келді. Артына жазып, электромагниттік өрістің геометриясын ашқаның үшін. Құрметті көрермендер, мен қазір сіздерге құтты білік топтамасы туралы айтайын деп отырмын. Сол құтты білік топтамасының кілті төртеуі түгел болса төбедегі түседі. Міне осы дүние мен зерттеу арқылы Жүсіп Баласағұнның құтты білігінде былай дейді. Шығыстан шындық келеді, күн туды елік дейді. Отпен байланыста тұр. Бұл Шопан атаның жолы. Батыстан Бағдәулет қонады дейді. Қамбар атаның жолы.
аумен байланыста тұр. Бұл Қамбар атаның жолы, бұның жаңағы мақұлығы жылқы шабыттың кілті, онан кейін бүркіт. Бүркіт ол ғарыштық сананың белгісі. Солтүстіктен ақыл түседі дейді. Міне, солтүстіктен ақыл түседі. Ол сумен байланыста тұр. Бұны Зеңгі бабаның жолы дейді. Сондықтан Шәкәрім өзінің жырларында, топтамасында бай дейді. Ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр. Сол нұрды тән қамы үшін жан жұмсап жүр. Тағдырдың қиын сырлы сиқырымен жан тәнге, ақыл жанға мата олдыр дейді. Сондықтан жаңа мынау ақыл, бұл 8 деген, шексіздік деген таңбалармен байланыста тұр. Ол не? Жоғарғы әлем менен төменгі әлемнің байланысы ақыл арқылы жүреді екен. Сондықтан ақыл сумен байланыста тұр. Оңтүстіктен қанағат қалыптасады дейді. Қазақ айтады ғой, қанағат қарын тойдырады дейді. Қанағатсыз жалғыз атын сойдырады дейді. Сондықтан міне осы 4 негіз жаңағы шығыстан шындық отпен байланыста тұр. Сонда шындықтың киесі от. Батыстан Бағдәулет қонады, ауаның Бағдәулеттің киесі ауа. Солтүстіктен ақыл түседі, ақылдың киесі су. Сондықтан суды көп төгуге болмайды дейді, көрдіңіз бе? Суды кірлетуге болмайды дейді. Онан кейін оңтүстіктен қанағат қалыптасады, бұның киесі жер. Онан кейін жүрек. Абай бабамыз не деді? Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі. Іште кірді қашырса, хикмет адамның кеудесі. Міне осы Абай айтқан сөз, бұл жүректің көзі қалай ашылады деп мен зерттеу жасадым. Сонда айналып келіп, жаңағы 4 негізге келіп тіреледі. Адам бірінші өзіндегі отты тазартпайынша, суды тазартпайынша, ауаны тазартпайынша, жерді тазартпайынша, бұл жаңағы жаратқан иенің бізге берген құдіреттері ашылмайды екен. Сондықтан мынау топтама, бұл өзі бірнеше таңбалардан тұрады. Мына біздің жалпы бағытымыз жаңа өмірдегі суретші ретінде, адам ретінде. Мен кішкентай кезімнен өзім зерттеп келе жатқан адам. Сонда әрбір адамның өмірге босқа келмейтініне, мына біздің жасап жатқан әрбір топтама, бұл жаңа адамдардың ішкі сыртқы мүмкіндіктерін ашуға жәрдем беру керек екенін түсіндім. Ата-бабаларымыздан келе жатқан мына өмірге деген құштарлық, өнерге деген құштарлық, бұның барлығы айналып келгенде әрбір адам жақсылыққа бұрылу керек. Жақсылыққа бұрылып, өзін іздей бастау керек. Сонда өзін іздей бастаған кезде өзіне қарайды, мен неден жаралдым, қалай жаралдым? Шәкәрімнің топтамасында бұлай дейді: ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр. Сол нұрды тән қамы үшін жан жұмсап жүр. Тағдырдың қиын сырлы сиқырымен жан тәнге, ақыл жанға мата олдыр дейді. Сондықтан мынау төртеуі түгел болса төбедегі түседі деген топтама, бұл ғарыштық сананың есігін ашатын дүниелер екен. Жаңағы біздің мынау жасап жатқан бағытымыз этно-авангардтық бағыт деп аталады. Этнос деген ата-бабалардың жолы, авангард деген алға жүруші, алға кетіп қалушы. Кейде біреулер маған айтады: бәке, сіз 1000 жыл алға кетіп қаласыз дейді. Оны мен айтамын: бір уақыт өзі біледі, уақыт өзі айтады дейді. Міне осы қысқаша. Құтты білік топтамасының кілті төртеуі түгел болса төбедегі түседі. Осы 4 негіз: от, ауа, су, жер үндестікке, үйлесімділікке, гармонияға кірген кезде жоғарыдан бірліктің таңбасы түседі.
Міне сол бірліктің таңбасы туралы кішкене мағлұмат берейін деп отырмын. Осы бірлік деген таңба міне алдарыңызда тұр. Бірлік деген әрбір адам өзінің әкесі жағынан иманға байланысты тұр. Анасы жағынан үмітке байланысты тұр. Өзі жағынан махаббат. Осы үш нәрсе ашылған кезде махаббат, иман, үміт денімізге кірген кезде жүректің көзі ашылады. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі, іштегі кірді қашырса, хикмет адамның кеудесі. Бірліктің энергиясы ол канал, альфа канал деп аталады. Ол творчестволық канал. Міне енді осы бірлік арқылы адам әртүрлі өнерменен айналыса алады, әртүрлі деңгейде өзін көрсете алады. Осы таңба құттыбілік топтамасынан шежірелік кілт деп аталады. Генетикалық код. Мен таңба деп атаймын, неге? Өйткені бұлар жоғарыдан түскен дүние. Сондықтан бұл белгі деп те атайды бұны. Енді картина деп ол әркім өзінің түсінігінше айта береді. Ыбырайым пайғамбарды заманында өртеген кезде 3 күн 3 түн от жанып тұрады. Сонда жоғарғы әлемнен қарлығаштар түседі. Сөйтіп қарлығаштар 3 күн 3 түн су сеуіп, отты Ыбырайым пайғамбарға жақындатпайды. Сондықтан қарлығаш кейілдеп халықтың санасында қалып кеткен. Бұл Төле бабам заманында да қарлығаш Төле бабаммен де байланыста тұр. Әлі қалмақтар келіп бүкіл елді көшірген кезде Төле баба көшпей отырады. Сонда келіп неге көшпейсің деген кезде мен мынау қарлығаштар ұя салған, осының балапандарын ұшырып, сосын көшемін дейді. Сондықтан Төле бабамды қарлығаш әулие деп атаған. Міне осы төмен жағында қарлығаш, якір осы қарлығаштың формасы екен. Мынау шежірелік кілт, генетикалық код деген ұғым әлімсақтан қазақтың санасымен бірге келе жатқан дүние. Кейде мен сұраймын адамдардан, сана деген не? Жауап бере алмайды. Бұл жаратқан иенің кереметінің, қасиетінің, құдіретінің, махаббатының шексіз мүмкіндігі сана деген. Міне сана деген ұғым бұл генетикалық кодтың таңбасы. Бір жаратқан иеден бізге ата-бабамыз арқылы келіп жатқан генетикалық сабақтастық. Осы біздің болашағымыз, біздің болмысымыз, біздің бүкіл әлемге деген, бүкіл ғаламға деген, бүкіл адамзатқа деген біздің ізгі ниетіміз, адамгершілігіміз, біздің махаббатымыз, мейірім шапағатымыз. Сондықтан біз әр уақытта генетикалық шежірелік құдіреттерді сана сезімімізге сіңіруіміз керек, соны зерттеуіміз керек, соны аялап, аймалап, барлық мүмкіндігімізше мейірімділікті, бар жақсылығымызды оятуымыз керек. Келесі құттыбілік топтамасының картинасы бұл таңба көкірек көзі деп аталады. Тағы да екінші аты бар, хамай құс дейді. Халқымыздың ертегілерінде, нақыл сөздерінде хамай құс деген аспаннан жаңағы киіз үйдің ішіне келіп, киіз үйдің ішіндегі адамдар тазартып, жағдайластырып, жақсы жасап кететін. Бұл құсты тағы да найзағай құсы деп атайды, найзағаймен байланыста тұрады. Бұл жерде мәселен дүние, әлем 4-ке бөлінеді. Шығыс, батыс, солтүстік, оңтүстік. Мынау дөңгелек жаратушының абсолюттік шындығы. Мынау төменгі үшбұрыш адам ата мен Хауа ананың таңбасы.
мына ортадағы кемелдену таңбасы. Міне осы мынаның жаңағы белгілері. Абай бабамыздың 38-ші қара сөзінде көкірек толса ілімге, көз ашылары сананың дейді. Сонда сананың көзі ол харекетсіз, өзіңді өзің іздемесең, ол еш уақыт ашылмайды. Сондықтан жаңағы біздің ата бабаларымыз мынау өмірдің салт санамыздағы атадан балаға берілетін ұлы дала рухын әртүрлі өнердің түріменен беру арқылы сол көкірек көзін ашып отырған. Сол көкірек көзінің бірінші деңгейі ол хаят деп аталады. Хаят деген мәңгі тірілік. Ол біздің денемізде ол ұйықтап жатады екен. Мәңгі тірілік. Ол оянса біздің жанымыздың көз ашылады екен. Екінші ғылым сипаты. Біздің ата-бабаларымыз еш уақытта табиғаттан алысқа кетпеген. Табиғатпен бірге өмір сүрген. Табиғатпен біріккен. Міне сондықтан кез келген шөптен дәрі жасап, оны емшілік жағдайға пайдалана білген. Біздің ата-бабаларымыз аспан денелерін, мына планеталардың барлығын, оның не үшін керек екенін өте терең білген халық болған. Үшінші самақ, есту сипаты. Дана дейді, басқа ести алмайтынды естиді дейді. Төртінші көру сипаты. Егер сіздің көру сипатыңыз ашылса, басқа адам көре алмайтын нәрсені сіз көретін боласыз. Бесінші қалау сипаты. Міне сол қалау сипаты оянса, әр уақытта адам жоғарғы санамен байланысты болады. Алтыншы құдірет. Бұл жаңағы жаратқан иемнің құдіреті біздің ішімізде тұр. Ол құдірет оянған кезде адам әртүрлі басқа адам жасай алмайтын нәрселер жасап кетеді. Жетінші кәлам. Кәлам деген 7 өнердің түрі. Бұны бізге әу бастан беріп қойған. Міне сондықтан мынау таңбаның кереметі хамай құс арқылы жоғарғы әлемменен төменгі әлемнің байланысы. Әрбір суретші өзінің творчествоменен сұлулыққа жалғассам дейді. Ал енді сұлулыққа адамдардың бәрі ұмтыла ма? Ұмтылмайды. Сондықтан бұл өнер деген нәрсе бүкіл адамзатқа берілгенде бұған тек қана сіз ұмтылыс арқылы, қарекет арқылы, өзіңізді іздеу арқылы, нәпсіңізді тежеу арқылы бұл әлемге көтеріле аласыз. Әлгі Асанәлі Әшім келіп қараған кезде бәрін аралап көріп шықты да жазып берді ғой бірінші. Мынау сіздің картинаңызда мен планета аралық энергияны қабылдадым деп кетті. Көрдіңіздер ме? Планета аралық. Сондықтан өнер адамзаттың ішкі дүниесін оятып, оның өмірін өзгерту керек. Біз суығына да, ыстығына да, ащысына да, тұщысына да төзімділік жасап, мінеке 70 жыл болды, осы өнердің соңында келе жатырмыз. Өмірде мынандай түсінік бар. Өнер дейді, нағыз өнер. Ол ғылымды ашады дейді. Ғылым технологияны ашады дейді. А технология адамзатты құтқарады дейді.